Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Сіздермен бүгін өзімнің құйрық май дайындаудағы әдісіммен бөліскім келіп тұр. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен майымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен 4 бөлікке бөлдім. Дайын болған соңда шетінен шығарып жеуге ыңғайлы болу үшін осылай кішкене бөліктерге бөліп алдым. Бөліп алған соң майымызды жақсылап тұзға ауната отырып, арасына тұзды жаға отырып, тұздап шығатын боламыз. Піскеннен кейін майыңыз болжырамай өзінің формасын ұстап тұру үшін осы әдісті пайдаланса, май өзінің формасын ұстап тұрады. Осылай араларын ашып, аямай тұзды жағуымыз қажет. Сонан соң дайын болған майымызды бетін жауып, мұздай жерге 3 тәулікке қойып қоямыз. Үш тәулік тұрғаннан соң майымызды жылы жерге кіргізіп, шамалы жібігенін күтеміз. Сонан соң ыдысымызға май бататындай етіп су құямыз. 1 сағаттай қайнатып пісіріп алатын боламыз. Бір ыдысымызға қажетінше чеснок, қара бұрыш, қызыл бұрыш, үйіңізде бар дәмдеуіштердің барлығын қалауыңызша салып, жақсылап араластырып дайындап аласыз. Сонан соң піскен құйрық майымызды бөліктерге бөліп, дайындап, сонан соң бір-бірден осылай ала отырып, мінекей жақсылап сыртына қолымызбен уқалай отырып, дәмдеуіштерді жағып шығатын боламыз. Достар, мен құйрық майды таңғы аста жегенді ұнатамын. Егерде сіздер жей алмай жатсаңыздар, хлебцемен жеуге кеңес берер едім. Мен өзім хлебцемен жегенді ұнатамын. Және де құйрық май таңғы аста жеген өте пайдалы. Міндетті түрде рациондарыңызға қосыңыздар. Кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мінекей осымен майымыз дайын болды. Дәмдеуіштер сіңгенше кішкене бөлме температурасында ұстасаңыздар болады. Сонан соң салқындатқышта ұстау қажет. Мен бір бөлігін алып салқындатқышта ұстадым, қалған бөлігін мұздатқышқа салып қойдым. Шетінен алып тұтынатын боламын. Бүгін менің жолдасым осы құйрық майға дегустация жасады. Өте жақсы шыққан деген пікір берді. Ұнағанына мен қуаныштымын әрине. Менің әдісімен жасап көруге кеңес беремін. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайым. Алда әлі де керемет видеолар болады.